Мен өзім таныстырайын, аты жөнім Наршалы Ернар, Ақкөл ауыл әкімі аппаратының жетекші маманымын. Бүгінгі бұл кісілердің келіп отқан мақсаты, құрметті әріптестер, біздің анау ауылдың сыртындағы ТВО-мыз бар ғой, жаңағы қатты тұрмыстық қалдықтарды жинайтын жеріміз бар. Сол жерге экологиядан арнайы рұқсат алу мақсатында келіп отыр екен. Қоршаған ортаны сақтау, қорғау бағытында. Енді осыған байланысты эколог Тілеубаев Әділет мырзаға сөз берейік, өзі нақты келген мақсаттарын түсіндіріп, сізге жобасын айтып кетсін. Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары. Біздің бүгінгі келген мақсатымыз сіздердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына экологиялық рұқсат алу мақсатында жиналыс өткізіп отырмыз. Сіздердің қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны экологиялық рұқсаты 25 жылы аяқталды. Қазір 26 жылдан 35 жылға 10 жылға біз рұқсат алып келеміз. Нысан бойынша жалпы ақпарат: қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылдық округ аумағында орналасқан. Полигонның жалпы ауданы 2,6 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны 2073 адам. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының шығыс бағытында 1075 метр қашықтықта Ақкөл ауылы орналасқан. Полигонның оңтүстік жағынан Ақкөл сауда кент бағытындағы автомобиль жолы өтеді. Полигонның орналасуы санитарлық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз ара қашықтықта орналасқан. Кәсіпорын қызметінің қысқаша сипаттамасы: аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты сулардың ластануынан болдырмауға, сондай-ақ емдеушілердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуының алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктер үздіксіз түсірілу қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы екі бөлікке бөлінеді. Bir бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозерлер немесе тығыздаушы катоктар жұмыс атқарады. Түсіру алаңындағы көліктер орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуына қамтамасыз етеді. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағын көгалдандыру шаралары қарастырылған. Кәсіпорын жылыту үшін тұрмыстық пеш пайдаланылды. Пештің жұмыс режимі тәулігіне 24 сағат, жылына 164 күн. Осының ретінде Қарағанды бассейнінің көмір қолданылады. Ықтимал атмосфералық әсерлер: қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-еуі ұйымдастырылмаған көз. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 6,297 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,435 тонна, газ тәрізді және сұйық заттар 4,862 тоннаны құрайды. Алдағы жылдардағы болжам шығарындылар көлемі 2027 жылы 6,134, 2028 жылы 6,139 тонна жылына, 2029 жылы 6,440 тонна жылына, 2030 жылы 6,488 тонна жылына, 2031 жылы 6,537 тонна, 2032 жылы 6,586 тонна, 2033 жылы 6,636 тонна, 2034 жылы 6,687 тонна, 2035 жылы 6,738 тонна жылына құрайды. Қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленген. Бұл жерде полигонға қатты тұрмыстық қалдықтар мен көл қалдықтары шығарылады. Барлығы 2026 жылы 823,76 тоннаны құрайды. 2027 жылы 831,97 тоннаны құрайды. 2028 жылы 840,120
26 тоннаны құрайды. 2029 жылы 848,63 тоннаны құрайды. 2030 жылы 857,9 тоннаны құрайды. 2031 жылы 865,63 тоннаны құрайды. 2032 жылы 874,26 тоннаны құрайды. 2033 жылы 882,97 тоннаны құрайды. 2034 жылы 891,78 тоннаны құрайды. 2035 жылы 900 тоннаны құрайды. Тағы да бұл экологиялық сатқа қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жоспарлары әзірленген. Ол жердегі іс-шаралар бойынша қоршаған ортаға әсер ету мониторингі тұрақты жүргізіліп тұрады. Әр 90 сайын жылдан көшеттер отырғызу және күтіп баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары, жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол берілмеу, экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстарын жүргізу, табиғатты қорғау акцияларына, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары көрсетілген. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса полигон бойынша қойсаңыздар болады. Сонда 2035-ке дейін 2035-тен кейін қалай болды? Қайтадан Жоқ, егер сізде полигоныңыз қазір есептеледі ғой, қанша жатыр и осы жылда қанша тонна орналасты, соған байланысты толса жабылады да уже жаңа полигон рекультивациялық жұмыстар жасалады да жабылады, басқа жерден жаңасын толып кетіп жатса, шашылып сыймай жатса, экологиялық санитарлық талаптарға сәйкес жаңа жерден ашылады. Енді бұл жиналыстың хатшысын сайлаймыз ғой, иә? Хатшысына Амзехул Алмас Момуханұлын сайлап отырмыз. Соған бірауыздан дауыс беріп жіберейік. Қарсы емеспін, ешқайсымыз қарсы емеспіз. Сонымен осы ғой жалпы да. Бірдеме қосасыздар ма, басқа сұрақтарыңыз жоқ па? Сұрақтарыңыз жоқ па? Жоқ болса қорытындылап. Да, жақсы, түсінікті. Экологиялық рұқсат, қоршаған ортаға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттама қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептейміз. Барлығы түсінікті. Рахмет. Рахмет.